Кағбаның айналасындағы пұттардың құлауы. Құрайыштықтардың арасында да Аллаға ортақ қосушы мүшриктер аз емес еді. Олар Алланың үйі Кағбаның маңын қолдан жасалған пұттармен толтырып, соларға табынып әлек болып жататын. Тауқидтың таратушы Хазіреті Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туған сәтте осынау ұлы оқиғаның күшіне төтеп бере алмай, қорғасынан құйылған пұттардың көбі құлап қирап қалды. Өмірге енді ғана келген тоғырлы тұлға Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келешекте тауқидке, яғни Алланың бірлігіне шақырып, көп тәңірліктен, қараңғылықтан құтқаратынын дәлелдеді бұл. Алайда Алла тағаланың құдіретімен болған ғибратты оқиғаның астарына үңіле алмағандардың қарасы да аз емес еді. Сүт анасы Халима. Меккенің ыстығынан сәбилердің көбісі шетінеп кететін. Аптап жұқпалы аурулардың таралуына қолайлы жағдай тудыратын. Шараналар жиі шетінейтін. Осыған байланысты меккеліктер сәбилерін қылтиған көкемол ойпаттарды қоныс еткен сүт аналарға тапсыратын. Бауыр еті балалардың сүт анаға тапсыруларының басқа да себептері бар болатын. Баланың шөлде өсуі оның мінезі құлқына әрине әсер етпей қоймайтын. Адам табиғатқа қаншалықты етене жақын болса, соншалықты ақ жарқын және адамгершілігі мол азамат болып есейеді. Сондай-ақ шөлдің де адамға берер артықшылығы бар. Адам ерік жігері мықты және өзі-өзіне сенімді болып өседі. Тағы бір себебіне үңілсек, шөлдегі адамдардың тіл тазалығы таңдай қақтырады. Олай дейтініміз арабтар ойды анық та қанық етіп жеткізуді бірінші кезекке қоятын. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бірде мен арабтардың арасында ділмәрімін деген еді. Сәбилерді сүт анаға тапсырудың өз жөн жоралғысы бар. Ондай кезде пенделік ой ниетке, яғни бармақ басты көз қысты етіп адамгершілікке, жат әдетке жол берілмейді. Кез келген сүт ана өз қалауымен жомарттығын танытып, сәбиді қабылдаса, кейін әке-шешесі қайтарып аларда, кейде ақ сүтімен асыраған сүт анасына сый-сияпат көрсететін. Сонымен қатар шарана есейіп ер жеткенде немесе желкілдеп бой жеткенде жоғары мансапқа ие болса, анасына және оның айналасындағыларға қамқорлық жасауды борышым деп білетін. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламда едәуір уақыт Суайба емізетті. Суайба Хазіреті Хамзаның да сүт анасы. Сағд ибн Бәкір тайпасы сол жылы сүт анаға берілетін сәбилерді алып кету үшін ат терлетіп Меккеге келеді. Сүт аналардың әрі қайсысы өздеріне тиесілі шарананы бауырына басқаннан кейін араларындағы ең тұрмысы жүдеу Халимаға жүретін болсаң жүр, біз елімізге қайтамыз дейді. Халиманың есегі қабырғасы ырсиған арық көтеріп болатын. Сондықтан Меккеге елдің ең соңы болып жетеді. Ол келгенше дәулетті барлардың балаларын өзге сүт аналар иеленіп қойған болатын. Халима сәби Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды ғана ала кетуді жөн көреді. Халима мұндай қадамға қалай бел болғанын былайша жеткізеді. Күйеуіме, құрбыластарымның барлығы бір сәбимен қайтқанда мені үйге құр қол оралғым келмеді. Ақыры келген екенмін, жетім баланы жетім болса да ала кетейін дегенімде ол өзің біл, бәлкім оның құрметіне бізге Алла үйіп төгіп несібесін беретін болар деген еді. Сәбимен келген берекет, үйіне жеткенше омырауы сүтке толып құшағындағы сәбиге деген аналық мейірімі оянған Халима шаранамен бірге келген басқа да кереметтерге куә болып өзгеше күй кешті. Халиманың айтуы бойынша оны Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мен өзінің сәбиі Абдулла бірге
еміп өсті. Әдетте ол бір емшектің сүтіне тойып қалатын, екінші емшектің сүті Абдулланың енішіне қалатын. Желіндері әлдеқашан соғылған түйелері де сүт бере бастайды. Ерлі-зайыптардың қуаныштарында шек болмайды. Екеуінің де ауыздары аққа жарып бір жасап қалады. Әсіресе отағасының қуанышы қойына сыймай алып-ұшып жүреді. Ол: «Халима, сенің емізуге алған сәбиің тегін адам емес. Құдай біледі, ол ерекше жаратылған жан» деп отанасының есін шығарып жібереді. Халима болса, шарананың тегін адам екенін алдын ала білген адамша маңғазданып: «Менің тілегенім де сол ғой» дейді. Қайтар жолда әншейінде елдің соңында қалып қоятын Халиманың көтеремесегі былайғы жұртты шаң қаптырып алға оза берген соң, өзгелері екі әлем сардарының құшағына басқан әйелге тоқтай тұруын өтінумен жол қысқартады. Әдетте сәби 2 жасқа дейін үзбей емуі тиіс. Ол қасиетті Құран кәрімде бұл жайлы аятта бар. 2 жыл бойы ана сүтін емген бала алғар болып ер жетеді. Осы аралықта 2 жыл көзді ашып жұмғанша өте шығады. Халима салт бойынша баланы анасына қайтарады. Қайтарса да жалынып жалпайып Меккенің ыстығы балаға ауыр тиетінін айтып, сәбиді әлі де өзінің қасында қалдыра тұруын өтінеді. Оны жан тәнімен жақсы көретінін және онымен бірге келген берекеттің тоқтап қалуынан қорқуы еді. Сөйтіп 2 әлем сардары уақытша сүт анасының қолында қалады. Бұл кезде Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бар жоғы 2 жаста болса да үй тірлігіне көмектесуден қашпайтын. Сүт бауыры Абдулламен бірге қозы бағуға шығатын. Қошақандарымен асыр салып ойнағанын ұнататын. Маликиш мал да оның жанынан үйіріліп шықпайтын. 2 әлемнің болашақ сұлтаны саллаллаху алейхи вассалам мал жайып жүріп те көк жүзінен көзін айырмайтын, өзіне беймәлім сырды ашуға асқандай, ғайыптан ерекше хабар күткендей алаңдап жүретін. Көкірегінің тазалануы. Көктемнің жайма шуақ күндерінің бірінде Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның бауыры Абдулламен бірге өрісте қозы бағып жүреді. Қозыларын шөбі шүйгін жерге жайып қойып, екеуі әңгіме қызығына беріліп кетеді. Біраздан соң Абдулла отырған жерінде қалып кетеді. Бала Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам болса айналасынан барлай қарап, жаратушының құдіретіне тамсанып ойға шомады. Әлден уақытта қозылардың алыстап кеткенін байқап, қайтармақ боп жүгіре жөнеледі. Екпіндей жүгіріп келе жатқан оның алдынан кенет ақ киімді 2 адам шыға келеді. Олар күлімсірей нұрлы жүзді балаға жақындайды. Біреуі Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды қапсыра құшақтап, көк шалғынға абайлап ақырын жатқызады. Бір қызығы, ол сәби бала болса да бейтаныс жандардан қорықпайды. Неге екенін кім білсін, осынау жылы жүзді адамдардан жамандық келмейтінін іштей сезеді. Дәл осы тұста сонадай жерде ағаш көлеңкесінде ұйықтап жатқан Абдулла кенеттен оянып кетеді де алыстағы бұларды көріп қалады. Шошып кеткен ол жан шұра үйіне қарай жүгіре жөнеледі. Келе салысымен әке-шешесіне көрген-білгенін асыға үсіге баяндай жөнеледі. Халима күйеуімен екеуі орындарынан ұшып түргеліп, Абдулла айтқан жерге келеді. Бірақ Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам одан басқа ешкімді көре алмайды. Өйткені Алла тарапынан жіберілгендер өз міндеттерін орындап, қас қағым сәтте көзден ғайып болғанды. Халима мен Харис ентіккен демдерін баса алмаған күйі әлі де болған оқиғаның әсерінен айыға алмай тұрады. Сол ентіккен күйі Халиманы: «Бала,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ne boldu canım, öňüň gaşyp turgoý, neden gorkdyň?" dep soraýdy. Bolaşak paýgambarlar sardara iki ak kiyimde adam geldi. Bireýiniň kolunda altın tostagany bar. İçinde appak bir nerse bar. Meni ustap jerge jatkyza da kökürek tuşumda jarıp yüregimde yepdep aldy. Süýtüp yürekde de közümşe jarıp içinden elde bir nerseni agyzyp taslady. Kewdemde yüregimde elge ak garmen ıskılap tazalap, kayta oruna salıp özleri jok bolup ketdi. Dep jawap katdy. Halima men kewüniň boýlaryny korkmuş odan saýyn bileýip jöneldi. Sodan Halimanyň kewi balanyň üýlerinde ýende kalganyny kalamaýdy. Amanat bala, bizden üýde jürgende basyna bir jagdaý tuğup kalsa gaýdymyz diýdi. Sodan Halima da kewüniň bul sözüni toktap Mekke'ge alıp geletdi. Olarga oýlanyp tolganyp balanyň anasynyň jana tusgandarynyň kasynda öskeni durusrak degen şeşim kabyldadyk diýdi. Balanyň bastan ötken jagdaý turala eşikimge tyş şarmaýdy. Bul wagtda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 5 ýaşga ayak baskan bolatyn. Bagynışly butaklar. Bala şun äki şaňyraga men ana kuşagyndan artyk ne bar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anasy men Amina hanım da perzentimen kavuşkan etdi. Äki jädigeri hyzmetçi Ümmü Ayman kütüşlük mendetini atkarypdy. Ýeki elem sardarynyň Mekke'ge kelgenini jyl toluga jakındaganda Amina oğlu men birge Abdullah'nın kabrinin basına soğatdı. Mazar Yesrib'deki Neccar ulunyň adamı Nabiganyň awlasynda. Saparga çygardy Aminanyň köňüli kobaljyp, endi gaýtyp oralmasdaý körşüler men jylap syktap koştasat. Jolga çykkan soňda Mekke közünden tasa bolgança artyna karaý berdi. Şarşap şaldygyp Medinega da jetdi. Eş gaýda burulmay nagaşlary Nabiganyň üýüne çykdy. Nabiganyň awlasyna kirer kirmesde kewüniň mazaryny kuşakdaý gulagan Amina köpke diýin solugun basalmay ýegile jylaýdy. Bala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem algaç ret jetimdik zaryny sonda seznedi. Bala köňüli bir körüge zar bolup ketken äkesin joktap jüregi ezildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'de nagaşlarynyň birge oýna wagtyny köňünde ötküzetdi. Bir neçe ay nagaşlarynda konak bolup koştasatny wagtda kelip jetdi. Jolga hazırlendi. Amina ana balası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jana Ümmü Ayman men birge Mekke'ni bitke algan kerwen giresip jolga çygatdy. Bala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kuşağı kuanışında şek jok etdi. Jaňa dostlar taup jol kıskartatdy. Alayda bul kuanışı da uzakka sozulmady. Jolda Amina ana ayak astynan nawkaslanıp kalatdy. Janyna batgan sırkattan jürege şamas gelmey, Äbüwe awulunyň şetine jetip jygalady. Aynala ayranda uýgan tynçlyk. Gaýça wagt ötkeniň kim bilsin, bir gezde Amina ana közüni açdy. Osy bir satda zarga gitken ola, "Anaşym täwürsizbe?" dedi. Deňdegin derti janyna batsa da sezdirgisi gelmegen ana, "Täwürmün botam" dedi de ýerine äjep kymyldap. Süýtdi de tagda ýes-tüssiz jatyp kaldy. Selden soň su dedi, suluk jatkan güýe. Bala ornuna atyp turup anasynyň soraganyny jetkizetdi. Amina ana sudan bar bolgana bir-iki merte urtady da süýükde oluna meýerlene karap ozak jatyp kolundan sypady. Jan dünýesindäki alasapran sezimde bildirmege tarasda onu bir jagынан derdi gynasy, ekinçi jagынан artynda kalyp bara jatkan jalgyz perzenti dertine dert bolup kosulup jana odan saýyn küýsele düşdi. Ýerinden aýrylyp köňülüne gaýaw düşken ol
Енді жалғызмен қалай қоштаспақ? Жоқ, өмір мен өлімнің арасында қатты күйзеліп, жан дүниесі алай-дүлей болса да, ол осының бәрін баласына сездірмеуге тырысты. Бір жаратқанға тәуекел. Не де болса, жазмыштан озмыш жоқ, маңдайға жазғанды көреді дағы. Бойына әбден деңдеген аурудан айыққасын білген Аслана соңғы рет бар күшін жинап баласының қолынан емірене өпті де: балам, Алла тағала алдыңнан жарылқасын. Егер түсімде көргенім рас болса, сен Алла тағала тарапынан адамзат баласына адал мен арамның арасын ажырататын пайғамбар боласың. Сен бабаң Ибрахимге тартқансың, соның дінін паш етіп тәмамдайсың. Алла тағала сені әрдайым қолдап, пұттардан пұтқа табынушылардың зорлық зомбылығынан аман сақтайды деп күбірледі де аздап алқынып қалды. Содан соң сөзін қайта жалғап: өмірге келген әрбір пенде, әрбір тіршілік иесі түбінде өледі. Жаңа нәрсе ескірмей тұрмайды. Бұл дүниеде бәрі пәни, өткінші. Мен де өлемін, бірақ атым мәңгі жасайтын болады. Себебі артында пәк періште пейілді перзентімді қалдырып барамын деп үздігі сөйледі де мәңгілікке көз жұмды. Бұл милади 576 жыл болатын. Арада ұзақ жылдар өткенде пайғамбарлар падишасы бір умра сапары тұсында Әбуа ауылының тұсынан өтеді. Сонда анасының қабіріне барып дұға оқып, көз жастарына ерік береді. Оның жас балаша егілгенін көрген сахабалар: неге мұнша мұңайдыңыз деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: аяулы анамның мәңгілік сапараға аттанардағы халі көз алдыма елестеп, сондағы маған деген мейірімін дәл қазір сезінгендей болып тұрмын деп жауап берді. Осылайша ақырғы пайғамбардың анасы Мекке мен Мәдинаның арасындағы жалғыз баласының қасында дүниеден озды. Ары-бері өткен жолаушылардың көмегімен жер қойнына тапсырады. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның жетіндіктің бар қасіретін жан тәнімен сезіп, анашым, анашым деп ұзақ жылайды. Әйменге де оны жұбату оңайға түскен жоқ. Біраз уақыттан соң ғана әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламда өксігін басып, әрі қарай жолға шығып Меккеге келеді. 6 жаста немересін 80-нің сеңгіріндегі атасы Әбдімұтталып өз қамқорлығына алады. Әбдімұтталып немересі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға ерекше мейіріммен қарайтын. Немере ағалары тіпті Хазіреті Хамза да әкесінің құшағына кіруді, көпшігіне отыруды армандап жүргенде, Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ең маңызды мәселелер талқыға түсетін қала мәжілісінде де атасының жанынан бір елі қалмайтын. Тіпті кейде атасы мәжілісте 7 жасар немересінде пікірін сұрап: осы баламнан үлкен адам шығады, бір рулы елдің төбе биі болады деп үнемі айтып отырады. Себебі рақым пайғамбарының жанарында ешбір пендеде жоқ мейірім шуағы бар еді. Бөгей оған ата-бабаларынан пайғамбар шыққандығын айтып, өз ұрпағынан да бір пайғамбар шығатынын сүйіншілегенде, Әбдімұтталып осы сүйіншіге сүйене отырып, әз Мұхаммед немересінің болашақта пайғамбарлық міндет атқаратынын сезген болса керек. Шамасы содан болар, ол өмірден көз жұмарда еңкілдеп жас балаша жылайды. Әбу Талib неге жылаған сұрағанда ол: Мұхаммедімді бұдан былай бауырыма басып,
süye almaytındı oylаған сайын өзегіме өрт түсет. Мен соған жылайым дейді. Әбдімұтталып милади 578 жылы 80-нен асқан шағында мәңгілікке көшілді. Мекке базары Әбдімұтталиптің қазасына байланысты ұзақ уақыт жабық тұрды. Құрайыштықтар ардақты ақсақалды жоқтап бірнеше күн қара жамылды. Әбдімұтталип Хажун бейтінде жатқан атасы Құсайдың қасына жерленді. Атасының жаназасы шыққанда кішкентай Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам еңкілдеп жылап атасына қарай жүгірді. Оған атасының өлімі оңайға соқпады. Өйткені ол одан анасының мейірімі мен көрмеген әкесінің рақым шапағатын сезінетіндей еді. Ең болмағанда атасының мейірім шапағаты жанына шуақ, жүрегіне сәуле болып құйылатын еді. Енді осы алып бәйтерегіде құлағаныма, оның жылағанын көрген халық қосыла жылап, Әбдімұтталиптің қадірін енді түсінгендей күй кешті. Құрметті ағайын, келесі жалғасында немере ағасының қамқорлығында деген тақырыпты оқимыз. Алла жазса, алдағы уақытта оқып талқылайтын боламыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату вассаламу аля сейдина Мухаммади ва алихи ва сахбихи аджмаин.